Бәріне сәлем, менің атым Бауыржан және бұл Вокаплей арнасы. Арнаға тіркеліп, колокольчик басып, лайк басып, арнаны қолдап отырамыз. Кеттік. Достар, біз Всемайкимен бірігіп қазақстандықтарға арналған интернет магазинін аштық. vocaplay.всемайкишоп.ру. Онда сіз өзіңіздің киіміңіздің дизайнын жасай аласыз, немесе дайын киімдерді сатып ала аласыздар. Сілтемесі астында. Бүгінгі видеода достар, мен байлықтың дәрежелері туралы айтқым келеді. Нақтырақ айтар болсақ, байлықтың 4 дәрежесі бар, және оларға тек ретімен ғана жетуге болады. Байлықтың бірінші дәрежесі – қаржылық қауіпсіздік. Қаржылық қауіпсіздік деген сізге кем дегенде 6 ай бойы шығындарыңызды төлеуге және өмір сүруге жеткілікті ақша болуы керек. Оны қаржылық жастық деп те атайды. Яғни егер сізге жақсы өмір сүруге айына 200 мың теңге жеткілікті болса, сіз 1.200.000 теңге ақша жинау керексіз. Және ол ақшаны мүлде жаратпай сақтау керек. Бұл ақша сізді күтпеген жағдайлардан сақтауға арналған. Сондықтан оны қаржылық қауіпсіздік деп атайды. Байлықтың екінші дәрежесі – қаржылық қалыптылық деп аталады. Бұл дәрежеге жету үшін сіз бірінші қаржылық қауіпсіздікке жету керексіз, және сіздің айлық табысыңыз 1 айлық шығындарыңызды толығымен жабу керек. Яғни егер сіздің айлық шығыныңыз 200 мың теңге болса, сіздің жалақыңыз осы шығыннан көп болуы керек, және сізде 1.200.000 теңге ақшаңыз болуы керек. Байлықтың үшінші дәрежесі. Бұл дәрежеге жету үшін сізде қаржылық жастық болу керек, және пассивті табысыңыз сіздің шығындарыңыздан көп болу керек. Пассивті табыс деген сіз жұмыс істемесеңіз де сізге келетін ақша ағымы. Ол сіз жалға беретін пәтерден алатын ақша, немесе депозиттік пайыз акциялардан түсетін дивидендтер, немесе өз бизнесіңізден келетін ақша. Ал байлықтың төртінші дәрежесі сіз қаржылық тәуелсіздікке жеткеннен кейін ғана ашылады. Ол қаржылық бостандық. Бұл дәрежеге жету үшін сізде қаржылық жастық, пассивті табыс керек. Бұл дәрежеге жеткенде сіздің ақшаңыз көптігі сонша, сіз тіпті ақшаңызды қайда жарататыныңызды білмей қиналып қаласыз. Сіз бүткіл армандарыңызды жүзеге асырасыз, ал арман біткен соң сіз депрессияға түсуіңіз мүмкін. Сіз бұған таңқалмаңыз. Көптеген әлемге әйгілі жұлдыздардың өзіне өзі қол жұмсағаны туралы оқиғалар естіген шығарсыз. Себебі олар ондай байлыққа дайын болмаған. Сондықтан достар, армандарыңыз тек материалды заттардан болса, онда ақшаға қатысы жоқ армандар ойлап табыңыз. Және тек өзіңіздің ғана емес, бүткіл халықтың арманын жүзеге асыруға тырысып көріңіз. Мысалы, мешіттер салу, балабақшалар салу, туған жеріңізге немесе тіпті бүткіл әлемге пайдасы тиетін іс жасауға тырысыңыз. Себебі ол кезде сіздің ақшаңыз шексіз болады. Достар, осы видеоны мүмкін болашақ миллионер немесе тіпті болашақ миллиардер көріп отырған шығар. Егер сіз өз мақсатыңызға жетсеңіз, өзіңіздің қайдан шыққаныңызды ұмытпаңыз және адамдарға жақсылық жасауға тырысыңыз. Және жақсылық жасау үшін міндетті түрде ақшаның керек емес екендігін еске салғым келеді. Лайк басып, арнаға тіркелеміз. Келесі видеода кездескенше.